Büyükköy Ordusu'ndan Muhammed Ötemiz oğlunun Kadir Mırzalı'nın mekeninden Cayık'tan gelgen Cansaya Buzina size ortağı. Kırgızdın şişin erip biyi sensin. Cansaya şoburunuz bolam deysin. Kız görsen jigit bolup deyisersin. Şoburga oksamaydı bırak durun. Kanımdı şoburun bolsan jiyişersin. Gaydı körgen кезде sasıp kalıp gazdın ornuna tormuz basıp kal. Встречный машиналардан kaçıp barıp 100 metre жүрмей жатып tüyтерsin. Mаңқиып маған қарап отқаныңда бірінші столбамен сүйісерсің. Бұлбардай топқа кірсең тұяқтысың. Өлеңнің айтып жүрсің зияттысың. Мен саған пассажир боп отырмаймын. Шопырдың көрмегесін зияттысың. Мына сен мәшинайда бұлай тұрсың. Белсеме тиіп алмайтын сияқтысың. Келгенде тасып толып арнамызға, ойыңды арам оймен салма қызға. Айтасың күзгі бақтан аумайсың деп, қызығып отырсың ба алмамызға. Мөмөсі жиылмаған деп қоясың, жимаған жақшы болып андаңызға. 200 килограммын осы отқанда сыймаймын шелек түгіл арбаңызға. Ей, ақ бауырларым! Дарыған батырлығы бабасынан, таситын ақындығы шабасынан. Жыл сайын қырғыз елі шақырады қол бұлғап ыстық көлдің жағасынан. Бір жылдар Қошқарата жақта болдық уақыттың уақыт тауып арасынан. Демалып Сусамырда қымыз ішіп, қырғыздың сыйын көрдік қаласынан. Риза боп жүрдік сосын Қаракөлдің шыға алмай ашлям сумен лавашынан. Қазақты бауырым деп құшақтайтын қырғыздың айналайын бағасынан. Әуелден айнымайтын халық едік бір үйдің егіз туған баласынан. Біздердей дос халық жоқ жер бетінде түсінген бір-бірін көз қарасынан. Алла деп алдарыңа келіп тұрмыз. Ағайын аманбысың, есенбісің жиылған айылы мен қаласынан. Қазақстаннан сәлем беріп келіп тұрмыз. Бас иіп алдарыңа алашынан. Манасты алғаш хатқа жазып берген Шоқанның келіп тұрмыз даласынан. Ей, бала! Бәйгемді тартып алам, шауып алам. Жағымнан жақсы өлеңді сауып алам. Плотникті айтқаным рас бір айтыста. Сон айтып дейседі бәрі маған. Жегетін таппады деп мәз боласың дегендей
уайымдамаш, маңдайыма жазылып тұрған шығар тәуір адам. Плотникті таппасам да, таңдап тұрып, нормальный бір сантехник тауып. Жансая елде басын иеді ғой, көргені елден құрмет сыйеді ғой. Аханып мақсат жайлы айтып жатсың, байқаймын ішін қатты күйеді ғой. Ол мені кемпері